Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздермен өте дәмді итальяндық паста дайындайтын боламын, тауықтың етімен, шпинатпен. Олай болса, ыдысымызға суымызды қайнатуға қоямыз. Содан кейін тауықтың етін ақырындап жилкаларынан алып тастаймыз. Прожилкаларын, майларын алып тастаймыз. Содан соң сковородкамызға майымызды құйып, ақырындап қыздырамыз. Және тауықтың етін соломка етіп турайтын боламыз. Видеоға сәйкес етіп жасасаңыздар, барлығы түсінікті. Суымыз ақырындап қайнайын деген кезінде фетучини спагеттиін ашып дайындап қоямыз, және де одан бұрын қайнағалы жатқан суымыздың үстіне тұзын салып аламыз. Мінекей, суымызды тұздап алдық. Енді қайнайын деп тұрған кезінде спагеттиімізді ақырындап саламыз, және де қатты отта қайнағанша, содан кейін қайнағаннан кейін астын сәл басыңқырап, упаковкасында берілгендей қайнатамыз. Яғни қанша минут қайнату керек упаковка бойынша, сонша минут қайнатуымыз қажет болады. Содан кейін қызып тұрған майымыздың үстіне тауықтың етін салып, барынша қуыратын боламыз. Тауықтың етін жан-жақты қызартып қуырып аламыз. Мінекей, біздің спагетти салынған суымыз да қайнады. Ақырындап араластырып, содан соң астын жай ғана басатын боламыз. Яғни ақырын қайнап тұрғаны дұрыс. Мінекей, біз тауығымыздың етін қуырып жатырмыз. Басқа ештеңе де салған жоқпыз әлі. Енді бұрышын, содан соң барып чеснок сушеный, тұзын енді салатын боламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз, астын ақырындап басамыз. Мінекей, спагеттиіміз бір-бірінен ажырап, ақырын ғана қайнап жатыр. Ал жасағалы жатқан соусымыздың үстіне 1,5 қасық ұн қостық, және де таза дәмді сары майды қосып, езіп, осы жерде қуыратын боламыз. Яғни барлығы жақсылап біркелкі болып араластырғанша майымызды ерітіп, етімізбен араластыратын боламыз. Осыдан соң үстіне сливки құямыз. Яғни сливкиміздің проценті 20%-тен жоғары болғаны абзал. Қаншалықты проценті жоғары болады, натуральный сливкиміз соншалықты дәмді болады. Бізде 33%. Мінекей, жақсылап араластырамыз. Ұнымыздың салдарынан бізде соусымыз қоюланады, тұзын дәмін көретін боламыз. Тұзы аз болса, міндетті түрде тұз қосқандарыңыз абзал. Яғни тұзы аз болса, дәмсіз болып қалу қаупі бар. Содан кейін мынандай пластовый сырларымызды дайындап қоямыз, барлығын ашып. Дайын болып жатқан соусымыздың үстіне тазартылған, жуылған және сабақтарынан ажыратылған шпинатымызды салып, оны да жақсылап араластыратын боламыз. Шпинатымыз жұмсарады және кішірейетін болады ыстықтан. Содан соң жақсылап қайнатып араластырамыз. Осы орайда біздің фетучиниіміз де пісті. Оның суын төгіп, міндетті түрде дайындап қоямыз, және соусымыздың үстіне прованские травы деп аталынатын приправаларды себеміз. Өте дәмді итальяндық дәм береді. Және фетучиниімізді кішкене ғана суымен бірге осылай соустың ішіне салып жақсылап араластырамыз. Дәл осы кезде чеддер деп аталынатын Хохландтың немесе президенттің плавленый осындай пластовый сырларын алып, бөліп салатын боламыз, және осы бөліктері еріп, жақсылап езілгенше араластырып, қыздырып пісіретін боламыз. Яғни сыр дәмін береді, өте нәзік, өте керемет дәм беретін чеддер сыры. Егер бұндай плавленый сыр болмаған болса, кәдімгі еритін сырды да қоссаңыз болады, немесе дайын болған тағамның үстіне көп етіп теркадан терететіп өткізсеңіз де болады. Мінекей, біздің сырымыз ерейім дегенше жақсылап отта қыздырып араластыратын боламыз. Мінекей, сыры езілген соусымызды жақсылап отта барлығы толығынша біркелкі болғанша араластырып отта осылай көріп отқандарыңыздай қайнататын боламыз. Барлығы біркелкі дәмі келіп, тұзы сіңіп болғаннан кейін біздің тамағымыз дайын болады. Яғни тарелкамызға әдемілеп салып, осындай қысқыштың көмегімен столға подавать етсеңіздер болады.
мінекей көріп отқандарыңыздай тағам өте дәмді, сочный. Айналасын тарелканы тазалап міндетті түрде қонағыңызға ұсынсаңыз болады. Біздің жағдайда бұл бізде таңғы ас. Себебі жолдасым таңертең жұмысқа ыстық тамақ ішіп кетеді, ал кешкі және түскі уақытта жұмыстан ішетін болғандықтан біздің таңғы асымыз осындай жеңіл-желпі емес, ал кәдімгі полноценный тамақтан басталады. Астарыңыз дәмді болсын, мен сияқты сіздер де дайындап түскі және кешкі асқа үйіңізге, отбасыңызға ұсынсаңыз болады. Каналымызға жазылуды ұмытпаңыз, комментарий қалдырып тіркеліңіз.